Халайық, Трамптың не айтқанын естіген шығарсыздар, иә? Трамп айтып отыр, мына Вашингтондағы кездесу болды ғой, және Аляскадағы Путинмен кездесу. Осы келіссөздерден кейін Fox News арнасына сұхбат беріп, сол сұхбат берген кезінде айтып отыр. Украина Қырымды қайтара алмайды. Бұл бірінші деңіз. Екіншіден, Украина НАТОға мүше бола алмайды, НАТОға қабылданбайды. Осы екі нәрсе Украинаның үмітін үзді. Зеленский мұхит асып Америкаға барды. Тағы да Вашингтонда үлкен кездесу болды. Кездесу үлкен нәтижемен аяқталды делінді, көмек берілетін болды, бірақ Трамп Путинге ерекше көзқараспен қарайтын сияқты. Бұны біз бірнеше рет байқадық. Оны өздеріңіз де байқаған шығарсыздар. Естеріңізде болса, Трамп сайлаудағы жеңісінен кейін Нақ үйдегі кабинетіне жайғаса салысымен осы мәселені реттеймін деген еді. Алайда қаншама айлар өткенімен әлі күнге дейін бұл сұрақтың жауабын таба алмай келе жатыр. Және Путин өз айтқанынан қайтатын емес. Украина өзінің ұлтарақтай жерінен айырылғысы келмей отыр. Енді қараңыздар, Трамп реалды болып жатқан шынайы оқиғаларға негіздеп айтып отыр ма? Әлде Путинге деген ерекше құрметі бар ма? Әлде қандай да бір олардың жасырын келісімі бар ма? Кім білсін? Бірақ Трамп айтып отыр, Украина Қырымды қайтара алмайды, және Украина НАТОға алынбайды. Бұл екі нәрсе Украинаның үмітін үзген оқиға болып отыр. Өйткені Трамп осы кезге дейін айтқан болатын. Ресейді мен қатты жақсы көрем, орыстарды қатты жақсы көремін деді. Және айтты, Путинге ерекше құрметпен қараймын. Және білесіздер, орыс халқы, яғни Ресей, әлемдегі ең мықты қолбасшылардың бірі Наполеонды тоқтатқан, және Гитлерді жеңген деді. Иә, Трамп осыны ашық мойындады. Бүкіл әлемнің алдында айтты. Орыстар Наполеон мен Гитлерді жеңген халық деді. Не айтасыздар бұған? Трамптың шынында да біз байқап отырмыз риторикасынан. Бұны бір емес, бірнеше рет айтты. Ресейге ерекше құрметпен қарайды Трамп. Қызы бар, иә, Трамптың, Иванка Трамп деген. Және Трамп туралы бұны қауесет дейсіз ба, әлде шынайы оқиға дейсіз бе? Әлеуметтік желілерде, ақпарат құралдарында әлемге тарап кеткен болатын Трамп КГБ-ның бұрынғы агенті деген. Оның лақабы аты Краснов болған деген сияқты әңгімелер тарады. Оның рас өтірігі туралы ақпарат әлі күнге дейін анықталған жоқ. Бірақ осындай әңгіменің тарағанын өздеріңіз де жақсы білесіздер. Бірақ неге Трамп Путинге соншалықты құрметпен қарап отыр? Неге Ресейдің әскери қуатын осыншалықты деңгейде бағалап отыр? Және Трамп осы келіссөздерден кейін айтқан болатын. Жақында ғана айтты оны. Украинаға айтты, бұл соғыс неше рет айтты, бұл соғыс басталмау керек еді, бұл соғыс болмау керек еді, мен президент болғанда бұл соғыс болмас еді, бұл соғысты бастаған оның одан өршіп кетуіне себепші болған Зеленский мен Байден деді. Иә, егер де мен президент болғанда бұл соғыс болмайтын еді деді. Және Путин айтып отыр. Путин де оны қолдады, Трампты. Иә, Трамп президент болғанда бұл соғыс болмас еді деді. Енді қараңыздар, Трамп айтып отыр, Путинмен кездескенде ерекше әсер алдым. Ол әсерді айтып жеткізу мүмкін емес, яғни айтып, сөзбен айту, оны былайша айтқанда мүмкін емес деді. Былай қарап отырсаңыз, Трамп неге соншалықты Путинге осындай үлкен құрметпен қарап отыр? Әлде біз, яғни Ресейдің жанында отырған біз, Қазақстан, Ресейдің әскери қуатын, халықаралық аренадағы беделін дұрыс бағаламай отырмыз ба? Мен осыған ойланып қалдым, шын айту керек, өйткені қазір мысалы біздің арамызда көп айтылатын әңгіме бар, иә. Ресейдің әскери технологиясы Қытайдан да, Америкадан да қалыс қалған. Совет дәуірінен қалған сонау ескі құсқы техникалармен бүгінгі таңда Ресей әлемдік держава болудан қалды деген сияқты пікір айтылады. Бұл пікірдің айтылатыны өтірік емес. Ал бірақ неге Трамп Украина мен Ресей арасындағы осынау қақтығысты реттеу кезінде Ресейге үлкен құрметпен қарап, үнемі соның сөзін сөйлеумен келе жатыр? Не үшін? Трамп қазір мына тіпті айтқан болатын, иә, Қырымды қайтара алмайды деп отыр, иә, және НАТОға алынбайды деп отыр. Сонымен қатар айтқан болатын, территориялық алмастыру керек деді. Ал бірақ Зеленский оған көніп отқан жоқ. Тіпті пайдалы қазбалар мәселесіне келген кезде Зеленский тұрып кетіп қалған. Яғни Трамп амал жоқ, Зеленскийді көндіре алмай отыр.
Ал сонда бұл жерде басты мәселе Трамп не үшін Ресейді осыншалықты үлкен қуатты держава деп ойлай ма? Әлде расында да біз Ресейді өзімізше мойындамай жүрміз ба? Қалай ойлайсыздар? Мен осы нәрсеге ойланып қалдым, өйткені Трамп не себепті осыншалықты Ресейдің әскери қуатын мойындап отыр? Өйткені жақында ғана айтқан болатын Трамп. Тағы мына сөзін айтайын сіздерге Трамптың. Трамп айтты Украинаға. Украина дейді, өзінен қаншама есе үлкен қуатты мемлекетпен шайқасқа түспеу керек еді деді. Оны жеңе алмайды деді. Трамптың айтып отырған осы сөзі. Өзінен әлденеше есе мықты қуатты мемлекетпен неге шайқасқа түседі? Ал бірақ шындап келген кезде, сонда Украина не істеу керек еді? Қолын көтеріп алдан шығу керек пе Кремльдің? Қалай ойлайсыздар? Неге Трамп бұлай айтып отыр? Біз Трамптың бүкіл әрекетіне болжам жасай отырып, біз мынаны байқауға болады. Трамп қайтсе де Украинаны келіссөз үстеліне отырғызып, және Путиннің дегенімен сценарийді аяқтағысы келіп отыр. Өйткені Путин Украинада жаулап алған азғандай территориясын болса да айырылғысы келмейді. Өйткені халқының алдында ол есеп береді. Путин бір демократиялық мемлекет болмаса да соншалықты қаншама орыс сарбазы қанын төгіп Украина жерінде сүйегі шашылып қалған орыс әскерінің жетістігі ретінде көрсететін нәрсе керек бұл соғысты аяқтау үшін. Сондықтан ол осы кезге дейін басып алған территориялардан, жаулап алған территориядан бас тартпай отыр. Ал Зеленский ұлтарақтай жерінен айырылғысы келмейді. Ал не үшін Трамп бұндай әрекетке барып отыр? Бұның біз сіздерге бір ғана себебін айта аламыз. Жарайды, мүмкін екінші себеп ол болжамды себеп. Бірінші себебі Трамп Нобель сыйлығын алғысы келеді, бейбітшілікті сақтау. Нобель сыйлығын алған президенттер саусақпен санарлық, соның бірі Трамп болғысы келеді. Білесіздер, Армения мен Әзербайжанды татуластырған үлкен келіссөз әлемнің назарында ғой. Олар тіпті Нобель сыйлығын ұсынды Трампты. Енді мына Украинаның мәселесі мен Ресей-Украина мәселесін шешетін болса Трамп, оны Нобель сыйлығынан бірден бір үміткер Трамп болып шыға келеді. Оны санаулы адам алды бейбітшілік саласында. Біздің Нұрекеңдер де ұмтылды ғой кезінде Нобель сыйлығына, білесіздер. Қалай дегенмен де Трамп бұл бірінші себебі Нобель сыйлығы. Ал екінші себебі бұл болжамды себеп. Путин мен Трамптың арасында қандай да бір саяси жабық келіссөз болды. Ол келіссөздің болғаны шындық. Журналистерге аз-ақ уақыт жауап берді. Аляскадағы кездесу білесіздер. Ал одан бұрын білесіздер, мына Трамптың арнайы Уиткоф дейтін өкілі неше рет Кремльге барып келді. Жабық кездесу өткізді қаншама. Бірақ халыққа ол беймәлім болып қалды. Трамп пен Путиннің не көздегені бар? Бір анық нәрсе, Трамп бұл келіссөзді Путиннің сценарийімен аяқтағысы келіп отыр. Ал Зеленский оған көнбей отыр. Енді келіп Fox News арнасына сұхбат беріп отыр нәтижесіне келіссөздердің. Айтып отыр: Қырымды Украина қайтарып ала алмайды, және Украина НАТОға кірмейді. Бұл украиндықтардың үмітін үзген оқиға. Мәлімдеме. Ал бұған не айтасыздар? Менің жалғыз түсінбейтін нәрсем мынау. Біріншіден, Трамп Путинмен не туралы келіссөз жүргізді? Не саудалады бұлар? Шымылдықтың артында қандай әңгіме болды? Менің түсінбейтін нәрселерім бірнешеу негізінде. Оның біріншісі осы. Екінші нәрсе, біз расында да Ресейдің әскери қуатын дұрыс бағаламай жүрміз ба? Өйткені Трамп айтқан болатын, бұл орыстар кезінде Гитлер мен Наполеонды жеңген халық деді. Осы сұрақтарға жауап бере аласыздар ма? Біз шынында да Ресейдің әскери қуатын дұрыс бағаламай жүрміз ба? Америка президенті Трамптың өзі Путинге, Ресейге осыншалықты үлкен құрметпен қарап отыр. Осыған жауап бере аласыздар ма? Не себепті әскери қуатына, қазір мысалы Американы әлемдегі ең мықты озық технологиялы мемлекет дейміз ғой,
әскери қуаты болсын, иә, мына әскери салаға бөлетін үлкен қаражатты Америкада әлемдегі ең озық мемлекет. Бірақ соған қарамастан Ресейге тісін батыра алмай отыр. Америка болсын, Европа болсын. Және айтып отырған мынау Трамптың. Сонда біз расында да Ресейдің әскери қуатын дұрыс бағаламай жүрміз ба? Ресей расында да әлемдегі мықты мемлекет болғаны ма? Трамптың өзі осындай баға беріп отыратын болса. Осыған жауап бере аласыздар ма? Міндетті түрде комментарийге өз пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Көрейік, қандай нұсқаларыңыз бар? Не үшін Трамп бұлай айтты?